Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Гүлсая. Бүгін сіздерге үй жағдайында мохитоның рецептімен бөлісемін. Ешқандай спрайт қоспай жасаймыз. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен бізге бір лимон, бір лайм және де жалбыз жапырақтары қажет. Осылай жапырақтарын бөліп аламыз. Және де мұз кесектері керек. Алдын ала осылай қатырып қоямыз. Ең соңында бізге газды сусын қажет болады. Ең алдымен лимонымыз бен лаймымызды дәл ортасынан бөліп алатын боламыз. Және де жарты лимон мен жарты лаймды осылай видеодағыдай қабығынан тазалаймыз. Міндетті түрде лимонның сүйектерінен тазалауды ұмытпаңыздар. Мохитоның рецебін описание бөліміне төменге жазып толықтай қалдыратын боламыз, сол жерден қарай аласыздар. Барлығын жақсылап тазалап алғаннан кейін осындай ұсақ бөліктерге бөлетін боламыз, және де лимонның сүйектерінен тазалауды тағы да ұмытпаңыздар. Бөліктерге бөліп болғаннан кейін осы қазір біз блендерге салып жақсылап езетін боламыз. Құрметті менің көрерменім, маған әлі тіркелмеген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Кішкене жалбызымызды және де 2 мұз кесегін салып, кішкене газировкамызды құйып, жақсылап блендерден езетін боламыз. Осы жерде біз 2 ас қасық қант қосуымыз қажет. Менде ол жері түспей қалыпты, міндетті түрде ұмытпаңыз. Ендігі кезекте мохито дайындайтын ыдысымызға ситоның көмегімен жаңағы блендерден өткізген сусынымызды өткізіп алатын боламыз. Міндетті түрде ситодан өткізуіңіз қажет. Мінекей барлығын өткізіп болдым. Сонан кейін жаңағы қалған жарты лимон мен жарты лаймымызды дәл осы видеодағыдай етіп турап алатын боламыз. Егер де сізде спрайт болмайтын болса, дәл осы газды сусыннан қолжетімді рецепт ретінде жасасаңыз болады. Барлығын осы сусынымызға салып, қалған үстіне жалбыз жапырақтарын салып, және де мұз кесектерін салып, ең соңында газды сусынымызды құятын боламыз. Бұл мохитоның дәмі өте ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, өз пікіріңізді қалдырып кетуіңізді сұраймын.